қарсаңында қымбат мереке 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының жеңіс күніне санаулы күндер қалды. Жеңіске жету мақсатында қазақстандықтардың асқан ерлігі мен әскери жанқиярлығы Ұлы Отан соғысының тарихындағы жарқын беттерге айналды. Алайда уақыт өте келе олардың саны біздің қатарымыздан азайып бара жатыр. Бірақ біз ештеңені ұмытпауымыз тиіс. Себебі олар біздің тарихымыз, біздің мақтанышымыз, біздің даңқымыз. Майданның жүректе шарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда алшаң басып жүретұғын ардагерлер азайып барасыңдар. Ерлершілер соғыстың бас кезінде 190 дивизияны, 5000-дай ұшақты, 3700 танкты, 50.000-дай қару шабуылға шығарылды. Жерімізге басып келген әскер саны 5,5 миллионға жетті. Ұлы жеңіске жету мақсатында қазақстандықтардың да қосқан үлесі зор. Мыңдаған қазақстандықтар қолдарына қару алып, өз елінің бостандығы үшін күресті. Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. Әке-шешесінен жастайынан айырылған ол ағасының тәрбиесінде болып, олармен бірге Ленинградқа көшіп келеді. Кейіннен Ленинградтағы балалар үйінде тәрбие алады. Отан үшін алға деп жауынгерлердің барлығын соңынан ертіп, жауға қарсы аттанады. Жаудың бораған оғына қарамастан, қыстаққа бәрінен бұрын кіріп, бірнеше жаудың көзін жояды. Әлия соғыс жылдары ірі шайқастарға қатысып, мергендігімен көзге түседі. Ержүрек мерген қыз 20-ға толмаған 40 жасында жау оғынан қаза табады. Ахмет Қайырбаев 1925 жылы 1 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында Семерка селосында дүниеге келген. 1996 жылы Қарағанды облысында қайтыс болды. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер. Ол соғыс біткеннен кейін Павлодар облысында партия қызметінде болды. Тың жерлерді игерудегі еңбегі үшін 2 рет Қызыл Ту орденімен және де медальдармен марапатталған. 1913-1982 жылдары өмір сүрген жазушы, қазақ халқының аты аңызға айналған Ұлы Отан соғысының даңқ жауынгері, гвардия полковнигі 1941 жылдың күзінен бастап соғыс аяқталғанға дейін барлық соғысқа қатысқан. Талғат Бигелдинов жастайынан ұшқыш болуды армандайды және аэроклубта оқыды. Одан кейін авиация училищесінен білім алып шығады. 1943-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысады. Жаумен 305 рет әуе шайқасына қатысқан. 800-ден астам техникасын істен шығарады. 7-ден астам ұшағын атып түсіреді. Жаудың жүздеген танкілерін, зеңбіректері мен солдаттарының көзін жояды. 1944 жылы Кеңес одағының батыры атағын алса, соғыс біткеннен кейін екінші рет Кеңес одағының батыры атағын алады. Ғабдуллин 1941 жылдың қыркүйегінен бастап соғыстың соңына дейін фашистік күштерден отанды қорғау борышын абыроймен атқарады. Аға политрук болады. Майданда Иван Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияда жауға қарсы шайқасады. Осы ерлік үшін КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен Мәлікке 1943 жылдың 30 қаңтарынан бастап Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Бұл атақпен қоса Ленин ордені және Золотая звезда медалі де қоса марапатталады. Қасым Қайсенов соғысқа 1941 жылы шақырылды. Ол Отан соғысы орденімен марапатталған. Маршал Жуков медалімен 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 40 жыл, КСРО-ның қарулы күшіне 60 жыл марапатына ие. Оранған солдаттың арманында шертілмеген шер болып қалмадың ба? Жалғадың ба үзілген үміттерді, сенім болып мәңгіге орнадың ба? Кемелденіп кешеден бүгін 1945 жылдың 9 мамыры Герман фашизмінің күйрей жеңілген күні. Жеңіс, ұлы жеңіс. Сүйінші халқым, сүйінші, сүйіншіге сүйінші. Шаттан ата-анамыз, шаттан ата-бабамыз. Бүгін жеңіс, бүгін той, шаттан әлем. Көңілімде кіршіксіз әппақ әуен. Жеңісімнің жемісін тойлап бүгін жеңіс жырын шырқаймын атқарамен. Поздравляю с великим праздником Победы. Желаю не знать бед, горести, жить в мире, согласии, благополучии. Великий праздник Победы не вправе мы позабыть. Нам мир отвоевали наши деды, и мы обязаны его хранить.